Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен дәмі тіл үйіретін ерекше тағам дымбіляма рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Бұл тағамның жалпы ерекшелігі ешқандай майсыз, өз суында бұқтырылып піседі. Ең алдымен құрғақ қазанға құйрық майды саламыз. Құйрық май оттың астын қатты қою керек. Құйрық май кішкене май бөлген кезде үстіне етті салып шығамыз. Менде қойдың еті. Үстінен тұз сеуіп, азырақ зіра қоссаңыздар болады. Еттің дәмін ерекше келтіреді. Еттің үстіне туралған пиязымызды саламыз. Пиязды осылай турасаңыздар болады. Содан сәбізді саламыз турап, қалауынша турайсыздар. Ал картопты қатты майдалап турамасаңыздар болады, себебі езіліп кетуі мүмкін. Менде осындай кішірек картоп болған соң бүтіндей салдым. Мен тұз себеміз. Ал ендігі кезекте қызанақтар мен болгар бұрышын саламыз. Қызанақ пен болгар бұрышында қалауынша салсаңыздар болады. Егер қызанақ болмаса, томат пастасын қоссаңыз болады. Бұрыш пен дәмдеуіштер сепсеңіз болады бетіне. Өз қалауларынша сарымсақ пен ащы бұрышты қоссаңыздар болады. Ащы бұрышты турамаңыздар, себебі тағамыз өте ащы болып кетуі мүмкін. Үстінен аскөк, кез келген аскөк саласыздар. Менде бүтіндей салсаңыздар да тіпті керемет. Менде көк пияз. Ал ең үстіңгі бөлігіне қырыққабатымызды осылай бөліп, толық тағамымызды жауып шығамыз. Ал енді қыздар, отымыздың астын өте баяуға қойып, қазанымыздың қақпағын жауып, 1,5 сағатта бұқтырамыз. Ал уақыт өткеннен соң тағамымыз дайын қыздар. Өте дәмді болып піскен. Иісі енді бүткіл үйімізді алып жатыр. Ыдысқа осылай әсемдеп қою үшін ең шетіне мен бірінші 40 қабатты салып шығамын. Ал қалғанын осылай ортасына салып шықсаңыздар болады. Еті жұп-жұмсақ болып піскен, сүйектерінен ажыратылып тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір білдірулеріңізді сұраймын. Рахмет. Ас болсын.